Мен мына әдемі аралда өмір сүре аламын ба? Бұл жер таңертең әдемі көрінгенімен түнде бірақ басқаша болады. Маған қиыншылық туғызған хардкор режимі. Айта кетсек, мен бір рет өлсем, екінші рет тірілмеймін, және де менің миссиям орындалмай қалады. Ал достар, мен выживаниямды бастаймын. Ал достар, мен бірінші күннен бастап дарбыз қазып, өзіме азық жинаған болатынмын. Бұл жердің бір жақсысы, азықты оп-оңай табасын. Себебі барлық жерде дарбыздар бар. Мен ағаш қазып болған соң мына жаққа келіп кирка жасап жатырмын. Бірден жердің астына түсіп кетеміз де өзімізге керекті тасымызды алып аламыз. Сыртқа шыға сала верстагыма барып, қазір жинаған тастарымды пайдалана отыра тастан кирка балта жасап алатын боламын. Ал достар, біз верстагымызды ашып, міне киркамызды, бізге балта жасауға ағаш жетпей қалды, таяқ. Міне енді жасап алдық. Мына тұрған ағаштан жасалған кирканы лақтыра салайық. Бұл енді бізге керек емес, қарнымызды тойдырып аламыз да үйге керекті ағаштарды жинап аламыз. Мен мына ағаштарды бір пәсте жинап алдым. Бұл үйдің қаңқасына көмектеседі. Және де мынадай пальмаларды жинауды ұмытпаймыз. Ал ағаштарды жинап болдық, мына верстагымды алып, өзіме үй жасайтын жер жасаймын. Бұл жолдағы дарбыздарды алып, шексіз тамақ қорын толтырамыз. Бізге барынша ең биік таудың шыңында үй салған дұрыс. Үй салатынды жерді де тауып қойдық. Осы жерге енді өзіміздің үйімізді саламыз. Ал жаңағы әкелген ағаштарымызды біз тақтайға айналдырып, бірінші астымыздағы полды жасап алайық. Қарнымызды сәл тойдырып алайық, әйтпесем аштан өлеміз. Тез полымды бітіріп алдым да үйдің қаңқасын жасауға кірісіп кеттім. Мына жаққа 4 блоктан қосып жібереміз де 4 жағына да қойып шығамыз. Бізге барынша түнді өткізуге диван керек болады, бірақ та мен қазір қойларды көріп тұрған жоқпын. Ар жақта бір қой бар, мен оны өлтіргім келіп тұрған жоқ, қазір зомбилар шығады. Мінекей үйімізді жасап болдық. Зомбилар шығып, дауыстары өте қатты шығып жатыр. Ал таң ата салысымен мен есікке орын жасап, үйді толықтай бітіруге ағаштарды жинай бастадым. Мына жақта маған қарай зомби келе жатыр. Өлтірмей жатып өзі отқа күйіп өліп қалды. Ал енді үйіміз толық бітпеді, мен ағаштарды жинауды кірісейін. Ал верстагымызды алып, қолымыздан келгенше қазір сандық жасап, артық заттарымызды салып қояйын. Маған керек емес зомбидің еті және де гүл, мына тұрған егін тұқымы. Және де мына тұрған кирка. Бұл ағаштан жасалған, маған өте қатты керек те емес. Верстагымыздан есіктерімізді жасап аламыз да, артық қалған 3-ші есікті сандыққа салып қоямыз. Кеттік, ал ендеше тағы да ағаш жинауға кеттім. Бұл жолы мен пальмаларды жинайтын боламын. Бұл жер өте керемет жер, мен бұл жерге тамсандым, бірақ түнде өте қорқынышты. Ағаштарымды жинап болған соң менің қарным қатты ашып кетті, бірақ та мен үйді бітіруім керек. Мына жаққа бір блок қоямын да үйдің төбесін ең алдымен бітіріп аламын. Бізде қазірше кішігірім үй. Ал келесі бөлімдерде біз үйімізді өте де оқыламыз. Ал үйіміздің соңғы блоктарын қойып жатырмыз, біз төбесін жапсақ болды. Енді соңғы қадам үйіміздің төбесін жабамыз. Мен мына тұрған ағаштарды үйімді әдем болу үшін қойып жатырмын. Кішігірім болса да үйіміз өте әдем болсын.
Үстіп астын созып қойдым. Мына жақта маған зомби кедергі жасап жатыр. Оны бір удармен өлтіреміз. Ал достар, осымен видео аяқталды. Видеоны лайк басып келіп кетіңдер.